Сәлем менің құрметті оқырмандарым. Мен бүгін сіздермен асқабақтан дайындалатын өте дәмді, өте оңай пирогтың рецептісімен бөлісетін боламын. Егер балаларыңыз асқабақты жемейтін болса, дәл осы пирогты жасап беріңіздер, достар. Тез арада тауысып қоятыны сөзсіз. Барлық қажетті заттардың мөлшерін описание бөліміне қалдырып кетемін, достар. Ең алдымен теркамыздың ең майда бөлігінен асқабағымызды өткізіп аламыз. Асқабағымызды өткізіп болдық. Оның үстінен құмшекерімізді және манный крупамызды, яғни манный кашаны, оның үстінен 1 шай қасық сода және айранымызды құямыз. Барлығын жақсылап бір келкі болғанынша араластырып шығамыз. Бізде осындай масса шығуы қажет. Енді ыдысымызға пергамент қағазымызды төсейміз және дайын болған массамызды құямыз. Пергамент қағазды бір суға малып алсаңыздар, өзінің формасын ұстап тұрады. Мендегі диаметрі 220 диаметр. Дайын болған массамызды салып, 180 градуста 25-30 минут пісіріп аламыз. Достар, осы пирогты міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте оңай дайындалады. Ешқандай жұмыртқаны қажет етпейді, ешқандай ұнды да қажет етпейді. Жасап көріңіздер. Осымен біздің 30 минутымыз өтті. Біздің пирогымыз осылай күшті болып пісіп шықты. Қараңыздар, формасын шешіп аламыз. Қараңыздар, өте жұмсақ. Қазір кесіп көрсететін боламын. Дәмі тіл үйіреді. Менің отбасы мүшелеріме өте қатты ұнады. Сіздер де жасап көріңіздер, достар. Түсін қараңыздар, достар, өте әдемі куркума қосқандай светі күшті болып шығып тұр. Өте жұмсақ болып шығады. Барлықтарыңызға ас болсын. Менің арнама тіркеліп, лайк басуды және комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар, достар. Барлықтарыңызға ас болсын.